Ассалаумағалейкум Нұрбек аға. Бүгінгі Алтысоқтық YouTube каналының бір-екі сұрақтарымыз бар еді. Бүгінгі турнир жайлы не айтасыз, бір-екі ауыз сөз, общий картинаға? Енді жақсы, өзіміздің ойланып жасаған және де осы жекпе-жектен бір жақсы жекпе-жек шығады-ау. Мәселе жаңа кім жеңгенде, кім жеңілгенде емес. Осы жекпе-жекті ертең халық немесе жанкүйерлер талқылайды-ау деген жекпе-жектер шынымен де өзінің былай айтсам жаңағы тиетін жеріне тиді. Тимур Серікұлыны көрдіңіздер, кімді көрдіңіздер анау жергілікті кім еді? Қалдыбек, атын қалдым ғой, ажиотажда. Қалдыбек өзіміздің оқушымыз. Сосын жаңағы Бекжан Абылқасымды көрдіңдер, Мирасты 93-те, 93-те былай қарасаң жай жекпе-жек болып көрінген сияқты, бірақ шынымен де ауыр соққы көп және де міне құлайын деп тұрған жерінен құламай қалған нелер болды. Енді ғалым жаңа бауырымыз Төлесті өзінің мансабын аяқтады. Енді әрине жекпе-жек деген солай болады, ұтылады. Жалпы өзіме көп деген жекпе-жектер жастардың арасында да. Ана Құлсардың баласын көрдіңдер, тәжік баласымен жаңа Бекжан Ходжалиевпен. Бекжан Ходжалиев деген әлемдік рейтингте 3-ші орында тұрған балалардың бірі ғой. Былай қарасаң ана Құлсардың баласын ешкім танымайды. Бірақ мен оның алдында оның жекпе-жектерін көрдім, қайтпас мінезін көрдім ғой. Ешқандай деңгей жетпей жатыр анаған, бірақ дегенмен соңына дейін барып, ең соңында бірақ ұстап алып көрдім ғой. Мықты жекпе-жектер көп болды. Бүгінгі турнирде мен салмақ буыдан барлығына да мен болдым өзім. Ең бүгін ұнағаны маған жекпе-жектер найзанг барлығы да қызықты ғой. Ең ұнағаны салмақ буында 500 граммға дейін өте профессионалды, қатаң түрде қарады. Тіпті өзі қасымда жүрген балғынға да біз келісіп қойдық, бірақ болмайды деп есептеді. Мен екі рет айттым. Бұндай октагонда да басқа кез келген лигада ондай жоқ болды бұған дейін де найзанг ішінде. Бұл үлкен революция, өзгеріс қой. Бұл туралы не айтасыз өзіңіз? Жоқ, негізінде мен енді көрдің ба, бұл жерде бәрін промоушн өскен сайын, дамыған сайын бұл өзгеретін нәрсе да. Бұрын біз осы жерде Маңғыстауда жүрген кезде бізге көп нәрсені айтып жүрді. Былай жасаңдар. Енді шынымен айтқанда жасаңдар деген әңгіме оңай. Қазір любой адам бізге қырғын әңгіме айтады. Ананы былай жасаңдар, мынаны жасаңдар. Жасақ көрсін. Міне кеше көрдіңдер Алматыда бүгінгі турнир болмай қалды. Ол мен оларды жамандап жатқан жоқпын, бірақ ол деген мынандай үлкен ауқымды нәрсені жасау үшін мына жерде көп деген факторлар бар. Сол факторлар саған қарама-қайшы келеді, одан кейін жаңа қиындатады, ақша жетпейді, түсінік жетпейді, жаңа ұжым жетпейді деген сияқты, команда жетпейді. Соның бәрі алып келген кезде ол өте оңай нәрсе емес. Бірақ біздер жайлап енді бастапқыда мен деген көп назарымды негізінде матчмейкерлерге және де операционный бағытта тексеретін адамдарға сеніп жүрмін. Сонда бір көп деген бізде жауынгерлер келеді де, мен мынаумен келісіп алдым деп мен айқайлаймын, ұрсам, бірақ сонда да бір сондай. Енді бірақ осы соңғы 4 турнирде мен айттым, жігіттер, жекпе-жектен айырылсақ та кіргізбеймін дедім. Болды. Осыдан бастап қазірде профессионал. Енді сіздер болашақта UFC барғыларың келеді, немесе осы лигада мықты жауынгер болғыларың келеді. Енді оның бәрін деген жасау керек қой. Олай болмайды. Қалай сен түнгі 3-те ана балаға соғасында келісіп аласың, бол деген кәсіпқой жатпайды, кәсіпқойға жатпайды. Сондықтан мен оларға айттым, төбелеспейсің, мен жекпе-жектен айырылайын дедім. Балғынның жекпе-жек маған керек болды, Самушевтің де жекпе-жек маған керек болды. Бірақ мен айттым, жекпе-жектен айырылсам да төбелестірмейміз дедім, болды. Самушев мен салмағымды қумаймын, ол қумайды ғой деді. Менен ақша алғың келе ма? Қатысқан үшін онда қу дедім. Ол соңына дейін қуды, даже бір келі артымен қуып тастады. Сосын мен оның ақшасын төлеуге мәжбүр боламын. Өте дұрыс, бұл шешімімізді қолдаймыз. Басқа лигаларды солай жасау керек. Және де бүгінгі жаңағы айтсақ Орда лигасы бүгін болмай қалды. Өте үлкен шум болды. Қазақстанның ішінде басқа көзқарасты танып қалу мүмкін де, жаңағыдай жоғары деңгей петтес деген сияқты келесіде келе ма деген сұрақ. Осы туралы қысқаша бір-екі ауыз сөз айтып жіберсеңіз. Енді мен оларды жамандағым келмейді. Неге десең, мен бұларды танымаймын. Шынымен айтқанда маған ниеттері жақсы болып көрінді. Бірақ бір нәрсені түсіну керекпіз да. Бәрі көп айтады, мыналар бетейін деп жатыр, мыналар сөйтейін деп жатыр. Мен бір нәрсені жасаған адам, бір мәрте жасаған адамға мен сенбеймін. 5 жыл жүрсінші, көп деген жүр ғой енді. Біз бармыз, тағы да промоушндар бар қасымызда, бірге осы индустрияда жүрген. 5 жыл, 4 жыл жасасыншы, сонда мен оларға сенемін да. Неге десең, бұл өте ауыр жол. Бұл бізде қазір бір сөз бар да, бұл жолда жүру үшін орысша айтқанда нужно иметь яйца, да, брат. Бірақ мен бұл жігіттерге не тілеймін да, бір шаруалар шешіліп, осыдан кейін тұрып кететін болса, кезінде Мұхамеджан мен анау қасындағы бауыры туралы дәл солай айттым. Егер осыдан кейін тұрып кететін болса, мықты жігіт болады.
Ал енді осыдан өтіп жаңа жиналған жүктерді, обязательстволардың бәрін көтеріп, бәрін артын жабатын болса, онда мықты еркек болады да бұлар. Мықты еркек болады. Осындай еркектер ертең кризис менеджер болады. Любой промоушен не болсын, жарыс болсын, бұлар өткізеді ертең. Бұл тәжірибе ғой. Әрине, мен естіп отырмын, ауқымды ақша ол жерде, аз емес. Сол үшін мына көптеген жастарға айтқым келетін. Соның ішінде мына қазіргі индустрияда жүрген. Ана буым жасауға асықпаңыздар деймін да, буым жасауға. Буым жасайсың, шашыласың. Үйреніп үлгермейсің. Жайлап, бір жылдың ішінде бір 10 жарыс жасашы, кішкентай қымбат емес. Ол маған да керек, неге десең индустрия ғой. Мен кейбір жарыстарға қараймын, ана жерден шыққан балаған, мен де қызығамын, неге десең мықты болып жатқанын көріп, жаңа танымалдығы артқаннан кейін оны да біз де қызығамыз. Бізден де біреулер алып жүр, дұрыс емес пе? Сол сияқты бізге бұл индустрияда игроктардың көп болғаны. Ол біріншіден. Ал енді екінші проблема. Екінші үлкен проблема бар. Бізде Қазақстанда профессионалдық спорт бағытында бізде әлі бір дені дұрыс комиссия, дені дұрыс федерацияның жанындағы бір бағыт жоқ. Бағыт жоқ. Ешқандай осыған дейін біздер енді бірлік жиналдық. Сол кезде де мен айтқам, давай бас қосайық, осы жерде бір комиссия құрайық. Мені қой или ананы қой да емес мәселе. Барымыз бас қосайық. Даже бұл жерде уже менің амбициям или біреудің амбициясында емес мәселе. Уже ортақ ол іс. Неге десең, біз оның бәрін жүйеге келтіре алмасақ, ол қиын болады. Осындай көп болады проблемалар. Жаңа өзің айтып қалдың ғой, ертең бізге қарай бір жақтан көзқарасы өзгеруі мүмкін деген сияқты. Таяқтың бір ұшы мүмкін. Мен тиеді деп айтпаймын, тимейді деп айтпаймын. Мүмкін болар, иә. Бірақ мен саған айтайын, ол мәселе менің жаңағы бірдеңе жасағаннан немесе ол жігіттердің жасағаннан болмайды. Бұл жерде ортақ федерация қолға алу керек. Ортақ федерация бұны қолға алып, мәселе бізді штраф қылып, или бізді қуалағаннан емес, түсіндіріп, семинар өткізіп, мына төрешілермен жұмыс жасап, комиссия құрып, содан кейін, көмектескенде енді біз ақша тауып, ақша төлеп отырмыз ғой соның бәріне, былай қарасаң. Оны жасаймыз ғой, Құдай қаласа. Соны бір бағытты қойып, вот қарашы, қазір мен бір жауынгерді, қандай проблема? Вот қазір мен бір жауынгерді алып тастаймын жарыстан, иә, қате жасаған үшін. Оны басқа промоушен алып алады. Болды, спокойно, түсіндің ба? Ал егер бізді брауыздан шығатын болсақ, былай жасау болмайды, сен бүйтіп тентек жасама, сен мынандай допинг ішпе, сен былай дегенде, сонда ешкім алмаса, ол жауынгер ол тәртіп сақтайды. Ответственность сезінеді. Тәртіп сақтайды. А ол қазір қалай? Қазір бір промоушен кіргізбейді, мен кіргіземін, мен кіргізбеймін, анау кіргізеді. Сонымен кетеді, аралады да. Уже андай не жоқ қой бұл жерде. Сол үшін жауынгерлік тым еркінсіп кетеді. Сол үшін әрбір промоушен өзгеше ережені жасай алмайды. Неге десең, ол оның ережесінде егер қиындап кетсе жауынгерге, ол басқа промоушенға бара қояды да. Әрине, келісім шарт бар, тағы да басқа, бірақ дегенмен ортақ жүйе керек. Ортақ жүйе керек бізге. Енді қазір мына федерацияда бір өзгерістер болып отыр ғой, сол бағытта қараймыз ғой, енді қалай болатын. Сол жерде енді әрине өзіміздің ұсыныстарымызды береміз, айтуға тырысамыз, жасауға тырысамыз деген сияқты да. Соңғы сұрағым кетейін, осы Қытайда өткізеді турнир жайлы. Тіпті UFC-дің өзі Қытайымыз Макаода өткізді, енді кіріп жатыр кішкене нарыққа. Кіргізбейді олардың өздері. Сіздердің келіссөздеріңіз қалай болып жатыр? Бірігіп өткізесіздер ме совместно, әлде жекелеген турнир? Ол жерде бөлек промоушен жоқ, бірақ серіктестеріміз бар, жергілікті серіктестеріміз бар. Солармен бірігіп жасаймыз, Құдай қаласа. Жасауға тырысамыз. Мына әзірше 8 тамыз күніне бекітіліп қойған Пекин қаласында. Егер қазір бәрі дұрыс шешіліп, бәрі жақсы шешіліп кетіп жатса, жасаймыз. Жасау керек. Неге десеңіздер, қазіргі таңда біздер деген өзіміздің күшімізді, стратегиямыз бар екеніне және де тәжірибемізге сендік. Болды, бізге қазір бір жақсы серіктестер табылса, табылды. Ары қарай жалғастырып кетсек, енді бір 5 жылдан кейін UFC туралы айтпайтын боласыңдар, найза туралы айтасыңдар. Бүткіл, неге десең, Азияны зерттеп көрші, 4 миллиард 800 адам. Азияда 4 миллиард 800 адам. Индия мен Қытайды қос. Одан кейін жаңағы Пакистан, Бангладешті қос. Одан кейін біздің мына СНГ елдерін қос. 4 миллиард 800 адам. Әлемде қанша адам, өзің білесің де. Сондықтан біздерде өзімізге сай келетін, өзіміздің уақытында өтетін. Шамамен барлықтарымыздың поездарымыз бірдей ғой, сағат былай қарасаң. Көп болса бір 3 сағат айырмашылық бар, бірақ 14-12 сағат емес. Неге сен қазақтың батырын жекпе-жегін көру үшін таңды 4-те тұру керексің?
неге өз уақытында қарамайсың да? Вот сол үшін біздер ана жаққа қарай қоймай мына жақта жасау керекпіз да сол нәрсені. Осы жерде жасау керекпіз. Қытайда ана приложениесінде мен алдында осында көргенмін. Дойынның өзінде жаңағы балғын шықпай тұрып 15 мың адам прямой эфирден көріп отыр. Мен саған айтайын, ол 15 мың 10 шық. Ол жерде тек бір эфирде 10-нан астам миллион адам қарайды. Сау болыңыз аға. Жақсы, рахмет. Тапсырыңыз.